Бұның көт ауырып, қол ауырып шықпай қалады бұл деп қырғыз бауырымыз жазып отыр да, өзінің отандасы. Неге бұл Марсельде бұндай репутация, мен түсіндіре кетейін. Бір жыл бұрын біз Марсель екеуміз наматта төбелесу керек болғанбыз. В общем, пресс-конференция болады. Сол кезде мен ашуыма тиеді ол. Сөйлеп. Соны мен айтам, мен минуткаға жүрші деймін. Марсель, если вам хорошо говорить, давайте на минутку, что думаете? Без проблем, вообще сейчас здоровье. Сол кезде оның түрі бұзылып кетеді, короче. Түрі бұзылып кетеді да, бірақ айналам бәрі камера болғаннан кейін давай дейді, короче. Сөйтіп шығады, таяқ жейді. Сосын 2 күн қалған кезде қолын гипстап шықпай қояды ғой, мен травмамын деп. Любой адамда травма болып қалышы мүмкін. 2-ақ күн қалған кезде мен қаншама тренировка істедім, қанша салмақ қудым, 10-12 килома қудым мен сол кезде. Соның барлығы просто так кетіп қалады ғой. И бұл шықпай қоя салады. Содан кейін бұда бұндай репутация. Сосын бұл поражениесі жоқ. 15 па, победасы бар, поражениесі вообще жоқ. Бірақ төбелескен соперниктардың бәрі слабый балалармен төбелескен. Сәл опасность көрсе, жаңағы менен секіріп кеткен сияқты секіріп кетеді. Сондықтан бұл балада сондай репутация. Мен хайп файтингқа айттым, бұл секрет бұл, железно. Осы мен қойын деп атыр деген кезде, бұл секіріп кетеді деген кезде, жоқ секірмеймін деп атыр деді. Енді хайп файтингқа айтарым, хайп файтинг бұл баладан 10 мың или 5 мың доллар депозит алып алыңдар. Ертең бой біткеннен кейін қайтарып береміз. Сол өзінің ақшасынан алып алу. Потому что бұл шықпай қоя салады. Либо 10-15 күн қалған кезде ұстап отырыңдар бір бөлмеде. Құлақ қамасын, қолына ауыртып, бетін жырып, или там жылап қап, ондай болмас үшін ұстап отыру керек бұны. Или қырғыз елі. Мен қырғыз, мынандай қырғыз бірінші рет көрдім. Қырғыздар намысшыл да, айтқанын істейді олар. Мен білетін қырғыздардың бәрі сондай, мынау ғана сондай, андай ғой. Секіріп кете салады, істемей қоя салады, бойға шықпай қояды, көп сөйлейді, одан кейін аумен болып кетеді. Мынау ғана. Мынаған айтыңдар. Намысың бар шығар, келістің ба, шық деп. Переходи на ООО Комбо тарифінде андан дағы көбірек интернет. Қош интернет топтамын таңда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсты қошып ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка уқ. Переходи на ООО Комбо. Саға керектеуінің бардығы. Шық деп отырып шыққызу керек мынаны. Шықпай қалса, мына рилс сохранить етіңдер. Бойдан шықпай секіріп кететін болса, енді білмеймін, гражданствосын алып қоясыңдар ма? Бірдеңе істеңдер, бірдеңе қылып наказать ету керек, болмай кетті уже. Бұл әбден бар ғой уже. Ана мен хайпывать етті, мына мен хайпывать етті, жоқ болып кете беруді сәнге айналдырды бұл. Сондықтан бұған қарап отыру керек, достар. Ассаламу алейкум, қырғыз елім. Еркебұландың ақырғы кіргізген видеосын көрдім. Өзінен башқача бір звезда адам жасап алып тұр. Еркебұлан, границадан ашпай, хайпыңы ғыл, лишний сүйлеу. Мен лично сенің поляңа келіп отам. Сенің правилаңа келіп отам, кулачкаға. И сенің весіңді ұшып отам. Сен айтқандай қылып, айтқаныңа шығып отам. И ошол себептен лишний сүйлеуштің керегі жоқ бұл жерде, хайпы менен. Сен өзің бір тортик баласың. Гейлерге оқшап, гейлердің киімін киіп, қыздардың киімін киіп, ақша тауып жүрген баласың. Тек қойса слишком границадан ашырып отасың. Қазақ қырғыз бір туған дейді. Мен лично Қазақстанның фанаттарын сыйлаймын. Маға личкама жазады. Марсель красавчик, ушундай деп. Ақырғы мен сен слишком ашырып отасың. Сен қылған нәрселерді мына bizdan қылғанбыз. Біз просто саға оқшап мақтанып шықпайбыз. Мен мына айттым, мен мына айттым. Последнее время сен слишком ашырып отасың. Елдің бардық спортсмендер мынандай лох, спортсмендер сөйлей албайды. Только мен еле деп отасың. Анчалық текебер болуштың керегі жоқ. И анчалық адамдың үстінен гүліштің вообще керегі жоқ. Чықтың, каканес, уруш, сенің поляңа келіп отам, кулачкадан урушып отам, сенің весіңді урушып отам, значит, молодец. Чық, уруш. Ақшаң қыл, сен екеуіз ашып барса кішіне разница ақшалауыз. Сен как будто $1 миллион алып, ана мен арқаман сен ақша іштеп ал деп, сен айтқанға құқың жоқ. Сен наоборот, менің арқаман сен ақша іштеп отасың. Неге дегенде, мына мен лично саға кулачкаға барғаным үшін саға хайп ақша беріп отады. Екеуізға қаласаң контрагың шығар. Екеуіздің разницасы еч атменен төде емес. Духың жетсе, ушунчалық қиын спортсмен кел. Не себептен ММАдан келбей атасың? Сен башың іштейші, тупойсың бұл. Ал жерде полный ММАдан ұрышып отады. 13 карт бар, бір бойда 13 карт бар.
12тасы ММА лишний экөөбүз кулачкадан чыгабыз. Именно ММАнын аренасы Василмолик болот. Именно Василмоликте биз экөөбүз гана чыгабыз. Ошол себептен лишний сүйлөштүн кереги жок. 28-март келе берсин. Ошол моментте экөөбүз клетканын ичинде чечебиз. Анан кыргыздар минтип жазды, анан антип казактар антип жазды. Казак менен кыргыз бир тууган. Сен антип сенин фанатың анан менин кыргыздар жазып атат, анан казактар жазды, антип бөлүштүн кереги жок. Фанат бул жерде спорт. Спорт деген эмне? Достук. Казак, кыргыз башына иш түшкөндө биринчи кыргыздын ишине башына иш түшсө кыргыз казак келет, казактын башына иш түшсө кыргыз келет. Ошол себептен спорт менен мындай немени алмаштырбайлы. Каканес чыгабыз, урушабыз кулачкадан. Кимибиз жеңебиз? Каканес. Сен күчтүү болсоң, сен күчтүүсүң, мен күчтүү болсом, мен күчтүүмүн. Чисто спорттон өзүбүздү далилдейбиз. Анан чыгып алып, сенин фанаттарың, анан менин фанаттарым, менин кыргыз эли мынтип жазып атат дештин кереги жок. Чыгасын, урушабыз, бойдун ичинде чечебиз. Последний момент интервьюларыңдан көрүп калып атам. Спортсмендин бардыгы тупой, бир гана сен акылдуусуң. Бир гана сен машина алгансың, бир гана сен телефондорду, кийимдерди сен эле кийип жүрөсүң. Сен алган машинаны Эрке Булан мына биз дагы алганбыз. Бир эмес, экиден машина алганбыз. Сен алган кийимдерди, сен кылган нерселерди мына биз ам кылабыз. Антип мен деп текеберчилик болуштун кереги жок. Көрүп атабыз комментарийлериңи. Именно казак эли сага жазып атат. Жолдон өтүп кетип аткан нерселерди сүйлөгөндөрүңө комментарийлерин бир сыйра окуп ал сен. Именно сен жөнүндө сүйлөп атат. Туура эмес деп. Кичине мындай карапайым болушту үйрөн. Анчалык текеберчилик болуп, мен деп асманга учуштун кереги жок. Төң көккө жетсе да путуң жерде экенин унутпагын, Эрке Булан. Лично бойдун ичине чыгабыз. Личный сөз сүйлөп, анан мынандай трешток, андай нерсенин кереги жок. Мен лично сен менен мындай личкадан жакшы мамиледемин. Анан качып кетет, анан мынтип кетет. Ден соолукка эч ким страховка кыла албайт. Колум сынды, значит колум сынды. Ал тема бүттү. Мына 28 мартта Куда кааласа көрсөтөбүз. Иншалла казак, кыргыз бир тууган колдоп тургула.